Сәлем достар, баклажаннан керемет дәмді шығатын икра дайындаймыз, яғни қысқа банкаға жабамыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, толық құрамын описанияға қалдырамын. Бізге сұйық май, дәміне қарай тұз, осылай болгарский перец, сәбізді 4-1 етіп тураймыз, пиязды 4-1 етіп тураймыз, баклажанымызды 4-1 етіп тураймыз, және қызанақты, яғни помидорды мясорубкадан өткізіп аламыз. Алдымен қазанымызға майымызды қыздырып, бірінші пиязды қуырамыз, оның үстіне сәбізді салып, 10 минуттай жай отта қуырамыз. Ал бөлек ыдысқа, бөлек қазанға майды қыздырып, баклажанның өзін бөлек қуырып аламыз. Содан соң кастрөлге барлығын жинаймыз. Ең алдымен пияз бен сәбізімізді саламыз, одан соң баклажанды салып араластырамыз. Оның үстіне болгарский перецті салып жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз да ең төменгі газдың отына 10 минуттай қуырып аламыз. Міне осылай қуырылған соң үстіне мясорубкадан өткен помидорымызды құямыз, араластырамыз. Одан соң газдың ең төменгі отына 40 минуттай қоямыз. Сонда бізде помидор мен болгарский перціміз толықтай піседі. Міне біздің қысқа банкаға жабуға баклажаннан жасалған икрамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.